Еркебұлан Серікұлы, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Уағалейкум ассалам, қош келдіңіз. Қош көрдік. Елге қызмет хабары, өзіңізбен сұхбаттасып ой бөліссек деп келдік. Жақсы, жайғасыңыз. Еркебұлан Серікұлы, енді бірінші сұрағымыз жалпы осы әскери салаға, әскери қызметке қалай келдіңіз, кім себепкер болды, еңбек жолыңызға көз жүгіртіп өтсек, иә? Иә, Ботабек мырза, қош келдіңіздер. Енді өзімізге келетін болсақ, Қарқаралы, қасиетті Қарқаралы ауданының Нүркен ауылында дүниеге келдім. Нүркен Әбдіров батыр бабамыздың туған жері. Сол жерге бізде дүниеге келіп, сол жерде өсіп өндік. Атамыздың қолында өстік. Атамыздың 10-шы баласы болып, Көкенай Мұстағұлов деген азамат болды Қарқаралда. Көп жылдар еңбек еткен, халықтың сыйлы азаматы болған. Сол кісінің батасын алып, сол кісінің тәрбиесімен өскен азамат. Енді бала кезімізде түсінбейтінбіз. Ел азаматы болды, халық азаматы болды. Сөйтсек сол мемлекетке қызмет ететін, елдің қамын ойлайтын азамат ретінде осы мемлекеттік қызметті таңдадық. Енді өзімнің тәжірибемде 2010 жылдары әскери кафедра тәмамдағаннан кейін әскери комиссариаттың шақыруымен осы Қарағанды облысы Приозерск қаласының артиллерия дивизионның командир взводы болып шақырылдым. Сол жерден басталды әскери қызметтің. Командир взвод болдым, бірнеше әскери лауазымдарды сол қаланың әскери гарнизонында атқардым. Одан 2013 жылы осы Қарағанды облысы Абай ауданының Абай қаласында әскери комиссариаттың орынбасары. Қазіргі күнде атауы басқаша, Қарағанды облысы Абай ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлім бастығының орынбасары былай айтқанда. Сол орынбасары лауазымына тағайындалып, 4 жылдан астам десем болады, 4 жылдан астам қызмет атқардым. Әрі қарай лауазыммен өсу мүмкіндігі болды да, Ұлытау облысы қазіргі Ұлытау ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлім бастығы болып тағайындалдым. Енді ол жер өте қазақи жер, қасиетті жер, 300-дің басын қосқан талай ол жақта хан, билер, былай айтсақ, жатқан қасиетті жерлердің бірі. Сол жерлерде 6 жылға жуық қызмет атқардым. Әскери комиссариат білесіз енді, әскерге шығарып салу. Енді басымнан өткен тәжірибеме байланысты қазірде осы тәжірибе өсіп, қорғаныс істері жөніндегі департаментінде осыдан 2 жыл бұрын осы жерге тағайындалған тәрбие және идеология жұмыстары бойынша орынбасармын. Осы қорғаныс істері жөніндегі департамент бастығының. Жақсы, түсінікті. Енді сіздің қызметіңізге тоқталып өтсек, қазіргі таңда қандай міндеттер жүктеліп отыр? Енді негізгі менің міндеттерім бұл жерде осы қорғаныс істері жөніндегі департамент қана емес, осы Қарағанды облысы бойынша бізде де жергілікті әскери басқару органдары дейді. Осы 12 военкоматымыз бар қарамағымызда. Олардың да әскери тәртібі, сосын идеологиялық тұрғыда даму, осы біздің үкіметіміздің, президентіміздің жолдауындағы айтылып атқан, не болмаса осы әскердегі идеологиямызды дәріптеу, дұрыс түсіндіру, дұрыс насихаттау менің жұмыстарымның бірі болып табылады. Жалпы патриоттық тәрбие беру бағытында қандай жобалар, жоспарлар жүзеге асып жатыр? Енді облысымызда менің міндетіме, онымен жаңағы айтып кеткенмен қоса, осы жастарды патриоттық тәрбиеге жұмыстарын үйлестіру болып табылады. Қазіргі кезде үкіметтің қаулысымен, 10-39 қаулысымен бекітілген 2030 жылға дейін жастарды әскери патриоттық тәрбиеге баулау тұжырымдамасы бекітілген. Осы бойында біз жұмыстар жасап жатырмыз. Жаңағы айтып отырған мектеп ұйымдарындағы жас сарбаздар сыныптары, клубтарын дамыту, өсіру. Яғни жаңағы мектепте әрине ол бірінші тәртіпті бала болса, әрине оның білімі де жақсы болады, әрине оның болашағы да жақсы болады. Әрине одан отансүйер азамат шығады деп тәрбиелеудеміз. Былтыр алдыңғы жылдан бастап бізде осы Қарағанды облысы бірінші шығарғанбыз. Жас сарбаздарды ант қабылдау рәсіміне куәлік береміз. Өзіміздің удостоверением сияқты пластиктен жасалған куәлік ұсынамыз. Сонымен бітірген жас сарбаздарға сертификат, аттестаттармен қосыша сертификаттар ұсынамыз. Ол былтыр біздің стадионымыздың жастар залында. Үлкен залда 300-ге жуық оқушылар ант қабылдау рәсімі болды, жаңағы салтанатты түрде. Әр генералдар, осы қолбасшылар бәрі де қатысып, осындай
әдемі патриоттық іс-шара өткізгенбіз. Енді солда биыл да жалғасын табуда, келесі жылы да осы биылғы жылы қыркүйекте жоспарлап отырмыз. Тағы да жас сарбаздар қатарына осындай үлгілі оқушыларды тарту мақсат. Енді жобалар өте көп, іске асыру жолдары да қарастырылуда. Қазіргі кезде осы қаулының аясында үйлестіру кеңесін құру жоспарланған. Осы үйлестіру кеңесіне біз ардагерлер ұйымдарды қатыстырып жатырмыз. Біздің бір шама іс-шараларымыз сол ардагерлердің қатысуымен, сол кісілердің былай айтқан кезде қолдауымен өткізіліп жатады. Жастармен әрдайым жұмыс жасайсыздар. Жалпы жастардың әскерге деген көзқарасы қандай? Негізі білгенменен, бірақ шынымен айтқан кезде жастарымыз басқа ойда. Енді ол да бір тәрбиенің шамалы кемшіліктері ма, әлде жаңағы былай айтқан кезде енді жастар қазір білесіз, интернет желісі бар, басқасы бар. Көбісі жылтырға қызыққан заман болып жатыр ғой. Жаңағы мектеп, университет бітірмей ол кредитке уже былай айтқан кезде басында кредиті болады, не болмаса соның төлеудің амалын ойлап кетеді. Сондықтан жастарымыз өте қиын себебі дейік. Негіз қазақта жақсы сөз бар ғой. Бабаларымыз айтқан екен ғой. Жау жоқ деме жар астында, бөрі жоқ деме бөрік астында депті. Енді бізде жау жоқ екен, ешкім тиіспейді, тып-тыныш жатқан елді неменесіне біз әскерге барып, бар деп жатырмыз деген сияқты. Енді бұл біздің осы мемлекеттік қызметтің ішінде осы қарулы күштерге жүктелген ғой. Әрине, айбынды әскеріміз болу үшін, осындай мықты ел болу үшін мықты әскер керек. Сол үшін біз сарбаздарды жіберіп жатамыз. Енді сарбаздарға айтарымыз, нақты біздің де сіздің де тұрғылықты жеріміз ғой, осы қасиетті бабамыз қалдырған жеріміз. Бұны қорғау біздің мойынға жүктелген бүгінгі күнде. Сондықтан олар бармаса, ол бір азамат бармаса, оның артынан ұрпағы да бармайды. Өйткені түсінбейді. Қасиетті парыз деп айтып атамыз. Мынау ата заңымызда жазылған 36-шы бабында міндеттелген ғой ол жерде. Ол не болмаса өз еркінде деп қарастырылмаған, міндеттелген. Жаңа 6 жыл қорғаныс істер бөлімінде бастық болдым ғой. Сол кезде енді кем дегенде 300-400 адам әскерге жібердім. Бірақ біреуінен де бір жаман сөз естіген жоқпын сол жерде отырып. Бәрі бала-шаға аман есен келді. Енді жібергеннен бастап бізде тақым қысып отырамыз. Біреудің баласын үгіттеп, насихаттап әскерге жібереміз. Бірақ енді әр бала өзінің тәрбиесіне байланысты. Әскерде ондай оқыс оқиғалар болып тұрады, өкінішке орай. Бір жылда ешқандай адамның өмірі тоқтап қалмайды ғой. Сондықтан ол біздің мектеп ортада болсын, мынау балабақшада болып жататын оқыс оқиғалар қайғылы. Онда енді кемдеген болып жатады, бірақ сол тұрғыда біздің әскеріміз жаман деп жатады. Сондықтан қазіргі кезде ол әскерді жамандап жатқан бар ғой. Мысалы, көбінесе интернет желісінде, может, шыны керек, бұл жерде басқа мемлекеттің азаматтары шығар, біздің әскеріміз нашарласын, күші осал болсын деген сияқты. Біздің ірткі салып отқан. Сондықтан ол жақта да бізде өзіміз ойланып қарауымыз керек. Сондықтан біздің қасиетті жерімізді, елімізді қорғайтын азамат керек. Себебі біз жаңа бір жылдық әскерге жібереміз. Ол әскерге барып келгеннен қарулы күштердің қатарына құрамға кеп тұрады. Өзінің әскери мамандығын алады. Мысалға, танкист, артиллерист, не болмаса снайпер, жаңағындай әртүрлі әскери мамандықтармен. Қазіргі уақытта енді әскерге шақырудың көктемгі маусымы жүріп жатыр, жалпы облыстағы жағдай қалай? Енді мүмкін болса барып, көріп, танысып қайтсақ. Бүгінде жалғасын табуда, президентіміздің жарлығымен 1 наурыздан бастап, наурыз айынан бастап, бүгінгі күнге дейін әскерге қатарына шақыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінге дейін енді ешқандай құпия емес. Әскерге шақыруға жататын азаматтар арасына 1084 адам тапсырма берілген болатын. Оның ішінде Қазақстан Республикасының құрлық әскерінің шекара қызметіне, ұлттық қауіпсіздік шекара қызметіне 100 сарбаз шақырылды бүгінгі күнде. Одан кейін мемлекеттік күзет қызметіне 12 сарбаз шақырылды. Әрі қарай біздің құрлық әскеріне, Қазақстан қарулы күштерінің құрлық әскерлері командасына 596 азамат шақырылу жоспарланып, бүгінде орындалып отыр.
облыстық жинақтау пунктіне барып, жалпы процессті көре аламыз ғой? Әрине көре аламыз. Ешқандай құпия емес. Ата-аналар да біледі. Әскерге жіберіп жатқан балаларын сол жерден шығарып салу ұйымдастырылады сол жерден. Көрейік. Жақсы. Көп дүниені кешегі кеңестік кезеңмен салыстырып қарап айтып атамыз ғой. Оның ішінде әскери сала, жалпы жастардың көзқарасы дейміз, сол уақытпен қазіргі уақытты салыстырып айтатын болсақ. Енді сұрағыңыз өте орынды. Мынау қазіргі кезеңмен салыстырсақ, негізінде Совет үкіметінде білесіз, әр жігіттің арманы өзіне мансап қылған, әскерге баруды армандаған жігіттердің бірі. Ағаларымызды талайын көрдік әскерге барып 2 жыл, 3 жыл әскер өз уақытын беріп келген, отан алдындағы борышын өтеп келген. Енді қазіргі заңға сай әскери қызмет және әскери қызметшілер мәртебесінің заңының 42-ші бабында жазылған осы сол ағаларымыз, айтарлықты жаңағы солдат сержанттарымыз 50 жасқа дейін осы әскери комиссариаттар есепте тұрады. Ал офицерлеріміз 60 жасқа дейін 60 жасты қосала есепте тұрады. Одан кейін жаңа зейнетке сияқты отставкаға дейді ғой, былай айтқан кезде сол кезде. Бірақ соның орнын толтыратын біз жас сарбаздарымызды әрқашанда дайындауымыз керек. Жұмылдыру ресурстарымыз осы айтып отқанымыз. Қарағанды облысының қорғаныс істері жөніндегі департаментінің әскерге шақыру жинақтау пунктіне бар жатырмыз. Ол жерде бүгінде ұлттық ұлан қатарына медициналық сараптамадан өткізіліп, жаңағы әскер қатарына жастарымызды жіберу жұмыстары жалғасын табуда. Ботабек мырза, мына жерде Қарағанды облысының жинақтау пункті. Бұл жерде жаңағы пункт қой біздің облыста, иә, осы жерден әскерге кетеді, осы жерде сарбаздар жиналады. Мынау жаңағы жинақтау пунктінің казармасы. Осында облыстан жиналған 12 военкомат бар қарамағымызда. Осы жерге сарбаздарымыз казармада, осы жерден медкомиссиясын өтеді. Енді біз шыны керек әскерге барған жоқпыз. Негізгі себепті асыраушы, сол себепті мен мысалы әскерге барған жоқпын. Бірақ маған қашанда әскери сала қызықты болатын. Көрсек бола ма казарма? Әрине көрейік казарма. Жақсы көрейік оны. Жолға шығыңыз. Мына жерде облыстық жинақтау пунктінің казармасы. Сізге қызықтырақ айта кетейік. Мына жерде сарбаздарымыз міне бүгінде аудандардан келіп отқан. Осы жерде жатып демалады. Күндізгі уақытта медициналық сараптамадан өтеді. Әрі қарай жасақтау командасына тапсырайды. Өткізгеннен кейін. Қалайсыңдар сарбаздар? Өз еріктерімен әскерге қызығушылық бар ма? Иә, баянды ауысам деп отырмын алдайдан соң. Сәттілік қай жаққа барыңыздар? Бірінші қазір Қызылордаға кетеміз. Сосын мен өзім жеке жоғарғы военный оқуға высший ауысқанмен профицерскийға. Сәттілік. Неше орынға шақыртылғансың? Неше орын? 50? 60? 60. 60 орын. Бұл жерге барлық аудандарымыздан жаңағы айтып тұрған 12 қорғаныс істер бөлім басқармаларынан осы жерге жасақтауға келіп, сарбаздар 3 күндей осы жерде болып, жаңағы өздерінің берілетін асханалары, осы жататын жерлері сосын рәсімделіп, командаларға тағайындалып, әскер қатарына жіберіп жатады. Мына жаққа өте берсек, Ботабек мырза, мына жерде мына құлақ мұрын дәрігері кезекті әскерге шақырылушыны тексеруде жұмыстар. Қалыңыз қалай, дәрігер ханым? Жақсы, рахмет. Ісіңізге сәттілік. Сарбаздарымыз дайын бе екен әскерге? Дайын, жақсы балалар өтіп жатыр. Осы біздің
әскери қызмет және әскери қызметшілер мәртебесі туралы заңының 35-ші бабында көрсетілген. Бұл жаңағы отбасылық жағдай бойынша, білім алу жағдайлары бойынша, жалғастыру бойынша білім алу, денсаулық жағдай бойынша, басқа да себептермен бойынша беріледі. Енді бұл тараптап айтпай ақ қояйын, өйткені бұл бәріне де қолжетімді әділет сайтында жаңағы әскери қызмет және әскери қызметші мәртебесінің заңының 35-ші бабында жазылған. 36-шы бабына тоқталсақ, бұл мүлде әскери шақырудан босату. Ол да жаңағы заң аясында қарастырылған. Енді жастарымызға айтарымыз, бұл жерде мүлде бас тарту деген ойға қылмыстық баптар бар. 387-ші бап бойынша қылмыстық кодексінің жаңағы 1000 айлықтық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл салынады. Не болмаса осы мерзімге қамауға да соттың шешімімен қабылдану мүмкін. Шешім қабылдану мүмкін. Жақсы, осы әскер қатарына жастарды шақыру кезінде көбіне қандай қиындықтарға тап болып жатасыздар? Енді қиындықтар болғанда жаңағы бағанадан атап өткендей жастардың толық нұсқада түсінбеуі, отан алдында қызметтің не екенін. Бұл жаңа айтып отырық қой, аға буынның орнын басып, осы қарулы күштерімізді нығайтып, жұмылдыру, қорымызды үлкейтуіміз керек. Ағаның орнын өзіңіз білетіндей баяғыдан іні басу керек. Дегенмен енді жағдай соншалықты мүшкіл емес қой. Жоқ. Жастардың жаңа көріп отырмыз, ынтасы, өз еркімен әскерге барсам деген ынталарын көріп жатырмыз. Жоқ, мүшкіл емес. Біздің осы арқаның төрінде бүгінгі күнге айтып отқандай 78% бүгінгі күнде жалпылама берілген тапсырмасы орындалып жатыр. Сондықтан әлі де жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әрине бұл жаңағы айтып отқан қылмыстық бап болсын басқасы нақты түрінде қолданысқа алынған жоқ біздің орталықта. Өйткені жастарымызға түсінген себеппен әрі қарай әскер қатарына барып өз отан алдында борышын өтеп келіп жатыр. Қазақта айтады ғой, әрбір ердің атынан ел тұрады, әулет тұрады. Сондықтан сол әулетті қорғау үшін отан алдында борышын өтеуге бару керек. Еркебұлан мырза, көп рахмет сізге. Бастаған істеріңіз берекелі болсын, қашанда жастарымыз мықты болсын, ел алдындағы борыштарын абыроймен атқарсын деген ниет тілегіміз бар. Сізге көп рахмет. Жақсы. Ардақты ағайын, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.